Assalamu alaikum. Алдыңызда ветеринарный врач Бегалиев Тазабай. Базарда мал алған кезлерінде малдың, яғни қай жерлеріне этибар берсек болады деп сұрау келіпті достар. Видеоға лайк басып тұрмын достар. Мен қазір сіздерге бұл хақында мағлұмат беріп өтуге әрекет етемін достар. Алажа қара малыңыз, я болмаса сол сатып алып отырған сауын сиырыңыздың, қашарыңыздың ең бірінші болып осы мұрын айнасына этибар берің. Мұрын айнасы нормал жағдайда, яғни терлеп тұрады. Яғни дені сау малдың мұрын айнасы терлеп тұрады достар. Егер сол сатып алып отырған қара малыңыздың мұрын айнасы терлемей, мұрнынан сиррозы сұйықтығы ағып тұрса, қандайда бір кеселдікке гуман қылынады, яғни сол қара малда. Ал екіншісі болатұғын болса, ауыз босығына этибар берің. Ауыз босығында қандайда бір жарақат бар жоқлығына этибар берің достар. Содан кейін тісіне этибар берің. Қара малдың тісі бұл қара малдың жасын анықтайды. Ал үшіншісі болатұғын болса, яғни жүн қапламасына этибар беруіңіз керек. Жүн қапламасы тегіз һәмде яғни жылтырақ болған қара малды алғаныңыз дұрысырақ. Содан кейін қара малдың яғни арқа тараплерін қол менен ұстап көрің. Айрым яғни қара малларда беке құрт болады. Қолға тиеді ұстаған кезінде. Ал төртіншісі яғни жүргізіп көрің. Жүргізген кезінде қара малыңыз, яғни сол сатып алып отырған қара малыңыз ақсаңлап отырған жоқ па, сол жақларына этибар берсеңіз, яғни дені сау мал аласыз достар. Яғни біріншісі мұрын айнасына қарайсыз, терлеп тұр па, демек дені сау мал. Екіншісі ауыз бостығына қарайсыз. Ауыз бостығында ешқандай жарақат жоқ па, тісі нормальный ма, яғни дені сау мал. Ал үшіншісі жүн қапламасына қарайсыз. Жүн қапламасы яғни тегіз бір формада жылтырап тұр па, бұл да яғни денсаулығы жақсы деген мәністі аңғартады. Ал төртіншісі яғни жүргізіп көресіз. Қара мал ақсаңлап отырған жоқ па, тұяқларында ешқандай бір кеселік жоқ па, бұл да яғни дені сау малға жатады достар. Осы яғни төрт қағиданы білсеңіз, яғни сол төрт қағида десем болады. Осы төрт нөмірні білсеңіз достар, дені сау мал аласыз. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, түсінбейтұғын сұрауларыңызды комментарияда жазып қалдырсаңыз болады. Сіздерменен біргелікте вет доктор Бегалиев Тазабай болды.